Сабақ. Сабақтың тақырыбы. Қазақстандағы қандай тауларды білесіз? Сабақтың мақсаты реттік сан есімдер мен жинақтық сан есімдерді жазған, ауызша жұптарды орынды қолдану. Сөздікпен жұмыс. Жаңа сөздерді қайтала. Шоқылы, холмистый, орташа, средний, жота, хребет, биіктік, высота, остап, каменистый, нүкте, точка. Тыңдалым, оқылым. Үшінші тапсырма. Мәтінді тыңда, оқы. Қазақстанда Сарыарқа, Мұғалжар, Маңғыстау, Алтай, Жетісу, Алатауы, Тянь-Шань таулары бар. Сарыарқа орталық Қазақстанда орналасқан. Сарыарқада ұсақ шоқылы аласа таулар бар. Орташа биіктігі 500-600 метр. Сарыарқаның ең биік нүктесі Ақсораң. Ақсораңның биіктігі 1565 метр. Мұғалжар аса биік емес тастақ таулар тізбегі. Ең биік нүктесі Тоқтыбай тауы. Биіктігі 657 метр. Маңғыстау тауларына Қаратаудың батыс, шығыс жоталары, Ақтаудың оңтүстік, солтүстік жоталары кіреді. Маңғыстау тауларының ең биік нүктесі Қаратау Бесшоқы. Оның биіктігі 556 метр. Қазақстанға Алып Алтай тауларының бір бөлігі енеді. Алтай таулары Зайсан көлі мен Байкал көлінің аралығында жатыр. Алтайдың ең биік шыңы Мұз тауы. Оның биіктігі 4506 метр. Оңтүстік шығыста Тянь-Шань таулары орналасқан. Орталық, батыс, солтүстік Тянь-Шань таулары Қазақстан жерінде жатыр. Ал орталық Тянь-Шань Қытай, Қазақстан, Қырғызстан шекараларында орналасқан. Қазақстандағы ең биік нүктесі Хан Тәңірі. Оның биіктігі 6995 метр. Жетісу алатауы Қазақстанның шығысында, Қытай мен Қазақстанның шекарасында орналасқан. Жетісу алатауы Тянь-Шань тауларына жатады. Ол Алакөл мен Іле өзенінің аралығында. Орташа биіктігі 3580 метр. Жазылым тапсырмасы. 5-ші тапсырма. Мәтінді оқып, таулар мен олардың биіктігін белгіле. Дескриптор. Мәтін мен таулардың биіктігін анықтап жазады. Сан есімдерді табады. Жасалу жолын түсіндіреді. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.